Қорқыныштан арылу. Мен өте қорқақ бала болып өстім. Мектепті бітіретін жылы Семейге Серік Қалиев ағайыммен айтысқа бардым. Пойызбен, әрине плацкартпен. Қапталдағы төсекке үстіңгі қабатта ары-бері өтіп жатқан жұртты бақылап жатқанмын. Бір кезде төменгі қабатта сыра ішіп отырған екі еркек ерегісіп қалды. Айқайласып, арасында жаман сөздері де кетіп жатыр. Төбелес басталып кетті де, біреуі қолына пышақ алды. Пышақты сермеген сайын қолы мен жаққа кетіп қала берді. Қорыққанымнан ұстазымды іздей бастадым. Ағай деп айғайлайын десем, тілім таңдайыма жабысып қалған. Бір кезде аяқтарымның сіңірлері тартыла бастады. Сонымен жол серіктер келіп бұзықтарды тыныштандырды. Бірақ әлгі қорқыныш сезімі менде қалып қойды. Біреу ала көзімен қарай бастаса, тілім таңдайыма жабысып, жүрегім тарсылдайды. Айдаладағы әйелі мен күйеуінің дауыс шығарып ұрысқанын көрсем де сол. Осылайша қорқынышты арқалап өте көп жыл жүрдім. Үнемі біреу мені пышақтап кететіндей халде жүретінмін. Психологияға алғаш келгенде бірінші осы қорқыныштан құтылуды ойладым. Психологтың көмегімен есіме түскені мынау болды. Шамамен 8-9 жасымда апам Ақсуаттағы аудандық ауруханаға түсті. Бір күні апамды сағынып ауруханаға келдім. Коридорда күтіп отыр едім, кушеткамен қансыраған бір адамды алып келе жатты. Тамағы осылған, бірақ тірі, ес-түссіз. Менің дәл жанымнан өтіп бара жатқан кезде қорыққанымнан орындықтың астына кіріп кеттім-ау деймін, нақты есімде жоқ. Сәлден кейін апам шыққан кезде бисмилля деп таңдайымды басты. Аллаға шүкір, өз-өзімен жұмыс жасап жүріп, осы қорқыныштардан құтылдым. Қорқыныштың бір жаман жері миға тыныштық бермейді. Сенімді азайтады, сабырды тауысады. Сондықтан қорқып, жылап-сықтап жүре бермеңіз. Тоқтатыңыз. Тоқтату дегеніңіз сол қорқыныштан арылу. Қазіргі кезде не болса содан қорқатын заман болды. Үйленгендерден бала сүйе алмай қаламын ба деп қорқады. Бала сүйгендер қалай өсіріп жеткіземін деп қорқады. Бала үйде көп отырып қалса, жалқау болып кетеме деп қорқасың. Далада көп жүрсе, бірдемеге ұрынама деп қорқасың. Мектеп бітірсе, оқуға түсіре алмай қаламын ба деп қорқасың. Оқуға түссе, шығып қалама деп қорқасың. Оқу бітіргендер жұмыс таба алмаймын ба деп қорқады. Жұмысқа тұрғандар қысқартуға ілінем бе деп қорқады. Байлар ұрылардан қорқады, ал кедейлер болашағынан қорқады. Ұлы барлар қандай келін жолғады деп қорқады. Қызы барлар отырып қалама деп қорқады. Баласын үйлендіргендер ажырасып кетеме деп қорқады. Қыз ұзатқандар қайтып келеме деп қорқады. Біреулер келіннен қорқады, біреулер өлімнен қорқады. Тамақты көп жесек семіріп кетеміз деп қорқамыз. Аз жесек ауырып қаламыз деп қорқамыз. Біреулер Құдайдан қорқады, біреулер Қытайдан қорқады. Уайымсыз адам жоқ. Ең дұрысы бәрін бір Аллаға тапсырып, бүгінгі күнге шүкіршілік айтып өмір сүру. Бірақ біз әлгіндей қорқыныштарымыз арқылы тағдырымызды сол қорқынышпен өріп, өз қолымызбен жасап жатқанымызды білеміз бе? Бір келіншек келді. Педофилдерден жаман қорқамын деді. Сол тұста бір қалада маньяк шығып, елдің бәрінің зәресін алып, жаңалықтар жарыса жазып жатқан кез еді. Өзі осы оқиғамен байланыстырады. Әлгі педофилді қала болып іздеді. Қаршадай баланы зорлап өлтіріп тастаған. Содан бері осы қорқыныш пайда болды дейді. Қорқыныш ол кезде пайда болған жоқ. Есіңізге түсіріңіз. 3 сағат қорқатын болсаң, демек ол саған берілген белгі. Есіңізге түсіріңіз де жазыңыз дедім. Есіменен түсірем, менің бала кезімде мұндай жағдай болмаған деді. Сонда да жазыңыз дедім. 2 күннен соң есіме түсті деп тұр. Кішкене күнімде әжем мен көрші үйге қалдырып кетті. Сол кезде көрші үйдің баласы денемді сипалап менің есім шықты. Содан қорыққанымнан ол мені өліп қалды деп ойласын деп үндемей жаттым деген ол, бұл жағдайды қорыққанынан ешкімге айтпаған. Жазып отырғанда есіне түсіпті. Енді не істеймін деді. Есіңізге түскенде қандай сезім болды десем, жыладым дейді. Яғни бойында 20 бәленбай жылғы өксік тұрған. Осыдан кейін таңертең оянғанда бұрынғыдай ештеңеден қорқып тұрмайтынын айтты. Тағы бір қыз келді сабағыма.
ол қыз судан қорқады екен. Жігіті екеуі ойнап тұрғанда суға итеріп жіберген. Өзі қорқынышым содан басталды деп қояды. Бірақ анасынан келіп сұрағанда 2 жасында бассейнге батып кеткен едің деген. Қараңыз, түп санасы 2 жастағы қорқынышын алдынан шығарып тұр. Медитация жасадық, қорқынышынан арылды. Кейін өмірімде бірінші рет қорықпай ваннаға түстім деді. Қорқынышқа қатысты мысалдар тым көп. Ақтөбеден бір апай келді. Көлікпен жүруден қорқады. Көлікке мінсем зәре құтым қашады. Бұл қорқыныштан қалай құтылсам болады дейді. Тағы да ол кісінің өз болжамы бойынша 25 жасында көлік апаты болған. Содан бері қорқамын дейді. Тіпті баласы көлікке отырса да мазасы қашады екен. Сіздікі бала кездегі қорқыныш, кейін пайда болған жоқ. Сол қорқынышыңыз оянып отырады деп едім, артынан өзі есіне түсірді. Ең бірінші көлік дегенді қайда көрдіңіз десек, есік алдында КамАЗ басып кете жаздаған дейді. Ол кісінің де қорқынышымен жұмыс істедік. Таяуда көлік рөліне өзі отырғанын айтып хат жазды. Иттен қорқамын дейтіндер болады. Ит қуырған жерге өш дегендей, дәл осы иттен қорқатын адамдарға қабаған ит кездеседі де тұрады. Өйткені ол сол қорқынышты үрейімен өзі шақырып отыратынын білмейді. Бұл психикалық қорқынышыңды жеңуге болады. Негізі басым бөлігінде қорқыныштың түбі өлімнен қорқу ғой. Кейде бала көтере алмаудың түпкі себептерін анықтау кезінде астарынан депрессиялық қорқынышты табуға болады. Мәселен, өліп қалам ба деген сынды үрейге берілу, немесе денсаулығына алаңдау деген сияқты. Негізінде терең қорқыныштар мен психотерапевтер жұмыс істеу керек. Қорқыныштың көбі 3 жас пен 12 жас аралығында болады екен. Яғни осы бала күнінде қараңғыдан, жалғыз қалудан қорқатын балалар өсе келе бұл қорқыныштарын жеңіп кетеді. Демек, 15 жасқа дейінгі қорқыныштардың тамырын тапқан кезде 60-70%-ға дейін азая береді. Негізі жалғыз қалудан, қараңғыдан үлкен адам қорықпайды ғой. Оның қазір сезіп жүрген қорқынышы ішіндегі кішкентай кездегі бала қорқынышы. Мәселен, өз басым иттен қорқатынмын. Кейін анықтасам, мені 4 жасымда ит талаған екен. Осы қорқыныштың салдарынан басымда үрей қалыпты. Міне, осыны естіп, қайта сезінгенде қорқыныш кетіп қалды. Негізінде бала кезіндегі қорқыныштар ұмытылмайды. Бірақ одан арылуға болады. Кейде адамдар қорқып кеттім дейді ғой, олай емес. Ол қорқып кеткен жоқ, тек санасында қалып қалған қорқынышы оянып кетті. Ал себебін тапқан кезде ол үрейі азаяды. Мұндай жайттар тәжірибемде көп болды. Тағы қайталап айтамын, қорқынышты жазамыз, өртейміз, тағы жазамыз, өртейміз. Осы әдетті қалыптастыра отырып, қорқыныштан түбегейлі түрде құтылып кетуге болады. Әрине, бастапқы кезде қорқынышыңнан құтылғандай боласың, бірақ біраз уақыттан кейін қайта білінеді. Ал адам қолына қалам алған кезде миында жоқ нәрсені жаза алмайды. Өз өмірбаянындағы нәрсені жазады. Жазды ма, түп санасында бар деген сөз. Тағы бір техника бар. Ішіңізді 8 санының суретін салғандай қолыңызбен сипау арқылы да үрейді ұмыттыруға болады екен. Бұл туралы маған ресейлік психотерапевт айтқан болатын. Өйткені адам қорыққан кезде өзгеріс іште сезіледі екен. Яғни іште жайсыздық туындайды. Сондықтан түйілген нәрсені жаңағыдай әдіспен шешіп жүру керек. Адам Алла тағаланы еске алумен жүрегін тыныштандырса, миын медитациямен тыныштандырады. Негізі адам бір мәселесін шешу үшін басындағы қажетсіз ойларды ойлай бергенде ми шаршайды. Кешке дейін жүре берсе, аяғы шаршайды. Қолын қимылдата берсе, қолы шаршайды емес пе? Сондықтан ми шаршаған кезде де оны демалту үшін медитация жасау керек. Мәселен, миды демалдырып тұру деген медитация бар. Ұйықтап жатса да демалмайтын адамдар болады. Негізі ғалымдар адам ойы ұйықтаған кезде де дамылдамайды деп жатады. Бірақ ұшы-қиыры жоқ ойының шегіне жете алмай, ойы оң жаққа сансырап жүргендердікі жылдам шаршайды. Ұйықтап жатсам да бәрін біліп жатамын дейтіндер болады. Оны біз сергектік деп айтамыз. Бірақ бұл олардың миы демалмайды деген сөз.
Жайсыз ұйықтадым деп жататындары сондықтан. Яғни ми демалғанда адамның тұла бойы демалады. Аяқ-қолы емес, ми демалғанда адам жақсы тынығып тұрады. Кейде 10 минуттық ұйқымен де шаршауды басуға болады. Адам миын үнемі демалдырып тұрса, кез келген сұрағының жауабын өзінен табады. Сұрақ өзіңнен, ішіңнен шығып тұр ғой, жауабы да ішіңнен шығады. Қандай да бір телефон сатып алсақ, ішін ақтарып төңкеріп зерттейміз ғой. Немесе бағасы қымбат көйлек алсақ та, оның бағасы не себепті қымбат екенін де зерттеп тастаймыз. Кез келген нәрсені зерттейміз де, миымызды зерттей алмай жүрміз. Салдарынан осы мүмкіндігімізді біле бермейміз. Бәрін әлеумет, яғни социум шешеді. Ауырсаңыз дәрігерге барасыз. Білім керек болса мұғалімге барасыз. Шындығында сіздің дәрігер де, мұғалім де, бәрі де өзіңіз бола алатын мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ол мүмкіндігімізді ашуға ниетіміз де, уақытымыз да жоқ. Себебі миымызда қажетсіз ақпарат көп болғандықтан, миымызда шум көп, дауыс көп. Сондықтан таң атпай сіркеміз су көтермей жүреді. Миым ашып кетті дейміз. Біле білсеңіз, кез келген депрессияның түп тамыры ми ашудан басталады. Босанғаннан кейінгі синдром деген бар. Мысалға, әйелдер үйде отырып та шаршадым деп жатады. Неге? Ал медитация уақытында осындай сан сауалыңызға жауап алуға болады. Медитациямен демалдырып алған миыңыз көп қажетіңізге жарайды. Әлбетте, кез келген ілімді алу кезінде түбін исламнан іздейміз. Онда жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер дейді. Сондықтан да өз өміріңді өзің жаса, өз миыңды пайдалан, дұрыс сөйле деп жатырмыз. Адам қай кезде қорқады? Адам Алладан бетін сырт бұрғанда қорқады. Әлбетте, қорқыныш үнемі бізде, бойымызда. Мәселен, қасыңда әкең келе жатса, қараңғылықтан қорықпайсың. Ал өзіңмен өзің қалғанда бойды үрей билейді, қорқасың. Кредит, қарызымнан құтыла алмаймын деп бұрып отырсаңыз, отыра бересіз. Құтыла алмайсыз. Қорқыныштың түрі көп, ал оны жеңудің жолы бар ма? Ендеше адамның қорқуы, уайымдай беруіне себеп иманының әлсіздігінен. Егер кімде-кім иманын күшейтсе, еш нәрседен қорықпаған болар еді. Өйткені ол Аллаға сенеді. Алла өзі реттейді бәрін деп, алаңсыз уайымдамай отыра береді. Сәттілік деген нәрсе бірде бар, бірде жоқ. Сондықтан аузыңызда шүкіршілігіңіз түспесін. Бұл техника туралы келесі тараулардан оқып орындаңыз. Онсыз сіздің қолыңыздан ештеңе келмейді. Ешкімге ештеңе бермесеңіз, сізге де ештеңе берілмейді. Садақаңды бер, шүкіршілігіңді жаса. Содан кейін ғана жағдайымды жасашы деп талап ете аласың. Түпсананы біз тіл арқылы бұлғаймыз деп мен үнемі айтамын. Сондықтан әсіресе әйел адамдар тілімізге ие болғанымыз жөн. Ал өкпе, реніш, қорқыныш деген сезімдеріңіз болса, оны түп санадан арылтып тастамайынша аффирмацияңызда, арманыңызда орындала қоймайды. Мидағы қорқыныштан қалай құтыламыз? Алдымен ол қорқынышты тәптіштеп жазамыз. Мен жалғыздықтан қорқамын, қараңғыдан қорқамын деп. Анықтап алғаннан кейін неге ол қорқыныш сізді мазалайды? Өткенді еске түсіресіз. Балалық шағыңызға да барып қайтасыз. Кейде өзіміз білеміз, қандай қорқынышымыздың барын, бірақ есімізге түсіргіміз келмейді. Себебі жанымызды ауыртып, ескі жараның аузын тырнағымыз келмейді. Асықпай ойланыңыз. Өмір бақи ойланып қашқақтап жүргенше, есіңізге бір рет түсіріп құтылыңыз. Әрине, еске түскен сәтте жаныңыз тырналып, уақытша депрессияға түсіп, жасыңызға ерік беріп, баяғы сәттер есіңізге түсіп қиналарсыз. Бірақ сол сәтті есіңізге аласыз да шығарып тастайсыз. Бітті. Ол қорқыныш сізді енді мазаламайтын болады. Ұл балалардың қорқақтығын жеңу үшін атпен шабу техникасы жақсы көмектеседі. Баланың жауырыны, иығы өседі және қорқынышы азаяды. Жалпы атқа міну техникасы қыздардың да қорқыныштарын жеңуге көмектеседі.